Қайырлы ақшамлар, эфирде заман. Бүгін февральнан 10-чы студияда сіздерінің мен Шевкет Наматулаев. Селямлайым. Бүгін бір кішілік наразылық іштиракшілерінің 14 шекетінден тек 6-сы бақылған. Тек бір қарамтатарының пара жазасы эксілтілген. Дигер шекетлер бақылмасына дигер күнге кечіргенлер. Тәфсілятыл желевқамызда тариф етілі. Бүгінгі кішілік наразылық іштиракшілері берген шекетлеріне саат 9-да бақы башладылар. Бірінші 4 шекетіні ішғачелер махкемесі рет етті. Муслим Тивринің пара жазасы да күште қалдырылды, оның 5 баласы бар, өзі де 3-ші группа сақаты олы. Айтқанына көре белгіленген 10 000 рублей пара жазасы қорантасына ағырлықтыр. В дальнейшем мы будем уже обжаловать это в Европейский суд, да, то есть ЕСПЧ по правам человека. Весь этот процесс несет политический контекст, да, в отношении крымско-татарских мусульман, да, в частности. Вот. Это один из способов, да, скажем так, давления. Кешкен сене октябрның 14-інде Юздензияде Қырым-татары репрессияларға қаршы бір кішілік наразылықларға шыққан еді. Русия қанулары бұны ясақ етмей, ләкин ішғачылер қанунсыз митинг болғанын исрар етіп, 800 инсанға пара жазасыны берді. Жүремелерінің умуми миқдары 1 миллион рублеге етті. Бұна бақмадан наразылыққа шыққан Қырым-татарлары пешман етмей. В таком же русле мы будем и дальше выходить на пикеты. Вот. Мы не боимся их штрафов, не боимся их расправы. Мы увидели предвзятость властей в отношении крымских татар. Вот. Это не суд, а судилище. Бүгінгі кішілік наразылық іштиракшілері айтқанына көре өледен сон махкеме бір шекет бақылмасына 10 да қайырған. Бұл мұдет имайчілерге дава материаларынан танышмаға біле аз екен. Бұнен бірабер ішғачілер қадысы имайчілер азырлаған делилеріні көз өгіне алмаған. Возмущается, братья ругаются, говорят, по 3 детей мы оставляем работу, вы еще на нас штрафы накидываете, и при всем при этом вы же нам не даете возможность работать, таскаете день изо дня в суды. Но это просто не по-человечески, как бы власть в очередной раз поставила жирную точку на отношения между людьми и властью. Планлаштырылған 14 шекеттен тек 6-сы бақылды. Тек бір шекет бойынша ішғачылер Дилебер Аблаевның 15 000 рублелік жазасыны 10 000-ге қадар эксілті. 8 шекет бақылмасыны себеплеріні анлатмастан яғанға кечірділер. Эльвина Тетбулаева, Заман, АТР. Ишгалчылар Қырым-татарларыны ислам динini күткені үшін тақып ете ве ичбір себепсіз терроризм ве экстремизмде қабатлай. Адвокат Эмиль Курбединовның сөздеріне көре, бұны махкемеде терроризмде қабатланған Тимур Абдуллаев айтқан. Бұл 2016 сенесі октябрь айында Ахмеджетте Хизбут Тахрирге алақасы бар деп яқаланған 5 Қырым-татарындан бірісідір. Февральның 9-ында оңа апсте тұтув мұдетіні девам еттірділер. Абдуллаевның сөздеріне көре, ишгалчылар Қырым-татарларыны сақты қабатлаулар бойынша апске ташлап, тек бетер япа. Крымские татары преследуются, кто не соблюдающий, так скажем, не придерживается строго религии, проходят как экстремисты какие-то. Кто соблюдающим, на них навешивается ярлык террористов. А в общем, это все такое общее преследование крымских татар. Россия пытается таким образом сделать так, чтобы выехали все те, кто просто недоволен, и остались абсолютно какие-то лояльные элементы, которые ни слова не скажут. Қырымдaki сайлау комиссияларының азаларына қаршы жинайы тақиқат башылатмақ. Украина сайлаушылар комитеті Қырым прокуратурасына бөле бір талабыны сеслендірді. Мартның 18-інде Русияда президент сайлаулары олажақ. Ишғал алтындаки ярмадада да рей берілмесі планлаштырыла. Комитет берген мұражатында ярмадада сайлауларынан тешкіл етілмесінде иштирак етмек, қанунны бозмақ демекке деп қайдеті. Ал азырда ярмадаки сайлау комиссияларының азалар сайысы 10 000-ге етті. Чоқысы ожави 2 мола. Сайлау комиссияларының ішінде иштирак еткен инсанлар esas Украинаға чықып оламаз, биометрик паспорт аламаз ве атта апыз жазасына оғырай біле. Якщо ви погодитесь заробити 5000 рублів і працювати в виборчій комісії, це означає, що в Україні проти вас може бути відкрита кримінальна справа, вам загрожує реальний тюремний термін, ви не зможете приїхати в підконтрольну Києвом частину України, не зможете отримати біометричний паспорт, і для вас безпосередньо є серйозні ризики.
Meclis reisi Rifat Çubarov da yarımadada saylavlarının teşkil etilmesinde iştirak edecek insanlar nege oğrayacağını aydınlattı. O kanunsuz rey berovu geçirgenler cinayi mesuliyetlikке çekilecek dep kaydetti. Cuma Saylav komisyonda iştirak etmesi demek ki sen Rusya devletine Kırım'da kendi işgalciliğini daha çok derince kuvvetleştirmekine yardım edesin ve haksız alıp varılacak saylavlarda sen de cinayetçi olarak iştirak edesin. Evet. Saylava bilesiniz becermeyip da ya Allah göstermesin boysunup da korkup da kaltırayıp da varıp iştirak etmesi o bir. Ama saylavları hazırlaması, Teşkil etip saylavları otkermesine, işgalcilere yardım etmesi o iki. Ona hiçbirisi aslı Allah göstermesin. Son biz onları kurtarmağa olmak. Ахмеджетеки Стрелковая топрақ наразылық мейданында вандаллар жамины арамлады. Белі olmаған инсан жамиге кірлі аяқапынен кіріп, кілімлеріні кірлеткен, батареяларыны чықарған ве тоз ютардан чөплікні қақып алып кеткен. Ишғалжілер есе жамины еқып, бұл ерде Крымская роза адлы мескен ерні құрмаға планлаштыра. Тәпсілетлі желевқамызда тариф етілі. Бөле манзараны мұсылманлар Стрелковая топрақ наразылық мейданында құрылғаны жәмеге келіп көрділер. Вандаллар қалабалық яқшы көрінсін деп тырышқанлар. Жәмеде вандалық әрекеті ФСБ азырлаған планның бір қысымыдыр. Бұнда Қырым муфтисі Айдар Рустамов эмин. Оның сөзлеріне көре ишғалжілер бұл провокациялар вастасынен Қырым татарларыны бірдемлігіні тешкіре. Подобные акты вандализма они делаются, совершаются для того, чтобы выявить так называемых людей, которые недовольны российской властью. Жәме құрылған топрақ үшін күреш ярым елдан берлі девам ете. Бір тарафтан Қырым татарлар. Олар 2006 сенесі бұл ерде өз евлеріні құрды. Дигер тарафтан Акура құрыжы шыркеті. Олар жәмені евлерінен берабер иқмаға істей. Бұл ерде Крымская роза мескен еріні құража қолалар. Құрыжы шыркеті махкеме қарары эсасында евлеріні иқмаға рұқсет алды. Шыркет пара теклиф етіп, эв сайыплері өзлері evlerinden vazgeçkenini talap ете. Karşı olğanlar ақларының mahkemede қорчаламаға istey. Поступают периодически угрозы от застройщика. Если вы сейчас не возьмете компенсацию, то мы по решению суда будем сносить абсолютно все дома. Компенсацию они предлагают погасить расходы по строительным материалам, какие средства были затрачены. 2 человека только согласились нести свои строения. Остальные, а это именно почти около 40 домов, они на сегодняшний день стоят на своем, на получении права жить на этом массиве. Ev sahipleri arasında evvelsi işgalge ve Putin'ge kol tutkanları var. Olar şimdi ise kabarcı Kırım hakimiyetini şikayet ete. Fevralın 4'ünde Kreml yol başçısı olarga dikkat etsin dep açlık ilan etkenini bildirdiler. Это случится, если мы, крымчане, не объединимся и все вместе не остановим беспредел обезумевших от жадности и безнаказанности нынешних крымских властей. Мы призываем крымчан и россиян всех национальностей присоединиться к нашей голодовке. Meclis reisinin birinci muavini Nariman Celal aytkanına göre Rusiya tarafdarları olğan faallerinin açlık aksiyası sahtedir. Putin'ge müracaat etülüvüne ev sahiplerinin episi kol tutmay. Çünkü eminler bütün problemalar Kırım işgalinden son başlandı. Они намерены жаловаться Владимиру Путину на коррупционную крымскую власть, стыдливо умалчивая, что именно решение российского президента в 2014 году привели к нынешней ситуации. Ведь, как сказано в самой резолюции, до 2014 года процесс выделения земли на Стрелковой шел к разрешению, причем в пользу людей. Kırım'da işgal devamında cami ve mezarlıklar akaretlenmeleri sıklaştı. İşgalciler da hiçbir cinayet boyunca tahqiqat geçirip kimseni cezalamadı. Kırım muftisi Ayдар Rustamov Kırım tatarlarını açık gözlü olmağa çağıra. Böyle vandallık hareketlerini Rusya mahsus hizmetleri dini ve halklar ara münasebetini gerginleştirmek için yapkanında emin. Виктория Аблязова, Максим Кондратенко, Zaman, ATR.
Бұсат қазырылған соңки хаберіміз еді эфиріміздің ақшам программасы девам етемені сесілерінен невбетекі яйынымызға қадар салықлашам көрішкенже.